әрбір этникалық қазақ Қазақстанға қайтуға құқылы. Олардың қолында ешқандай құжат жоқ. Қолдарында тек қана босқын деген жаңағы қолында қағаз бар. қағаздары бар. Осыдан бір жыл бұрын сол жақта Қазақстан Республикасының елшілігі ол азаматтардың қазақ еместігін анықтау үшін 10 адамға генетикалық экспертиза жасаған. Экспертиза Қазақстанда жасалған. Олардың барлығы қазақ екендігін руына дейін анықтап берген. Кім болды рулары? Керейдің ішінде сарбас. Бірінші қыркүйекте мынау Пәкістан өкіметі оларды Ауғанстанға депортация жасайтын жөнінде мәлімдеген. Енді проблема енді. Енді қазір мынау бюрократия ғой. Бюрократия болған кезде Қазақстанға келу үшін олардың қолында паспорт болу керек, және олардың паспорттың ішінде қазақ деп жазылып тұру керек. Өкінішке орай, қазір өкіметтің біраз өкілдері осы сыртта жүрген біздің қандастарымызға қырын қарайтын тәрізді. Мен соны сезіп қалдым. Яғни бұл азаматтардың білімі жоқ, бұлардың интеллектуалдық деңгейі төмен деген сондай бір ой пайда болған. Бұл не қылған өзіңнің ұлтыңа деген қастандық, мен соны түсінбей отырмын.